Баршаңызға қайырлы күн достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, әрі нәзік император салатын әзірлейтін боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге әзірлеп көріңіздер. Осындай керемет рецепттерді жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Ең алдымен шұжығымызды, яғни колбасамызды ұзынша етіп, соломка етіп турап шығатын боламыз. Қиярымызды соломка етіп тураймыз. Енді қызанағымызды соломка етіп турайтын боламыз. Енді маринованный жүгерімізді, яғни бүтін жүгерілерімізді видеодағыдай турап шығамыз. Маринованный шампиньондарымызды турап шығамыз. Мен алдын ала картобымды қайнатып, суытып, енді осы картобымызды ұзынша етіп, соломка етіп турап шығатын боламыз. Енді салатымызға соус жасаймыз. Бізде сладкий, яғни тәтті чили, майонез қосып, жақсылап біріккенше араластырып, салатымызға қосып араластыратын боламыз. Міне біздің император салатымыз дайын болды. Міндетті түрде әзірлеп көріңіздер. Дастарханыңыздың көркін, сәнін келтіретін салаттың бір түрі. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, видеома лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Осы видеоға қатысты өз пікірлеріңіз болса, комментарийға қалдыруларыңызды сұраймын.
Алдыңғы уақытта түрлі рецепттерімді жіберіп алмаш үшін арнама тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Қазақша контенті каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып, арнама міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған Бауырсақ фуд ас болсын.